Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Сливадан варенье жасайтын боламыз. Сливаларымыз бөлек болып шығады, езілмейді және сиропы қою болып шығады. Қыста компот жасау үшін бір порциядан пакетке салып қатыруға. Вареньеға да сливаны дайындап алдым. Осылай ортасынан ашып, данниктерін бөлек шығарып тастаймыз. Сливамыз тәтті болған үшін 1 килограмм сливаға 800 грамм қант салып, 8 сағатқа қоя тұрамыз. Слива өзін суын шығарғанша. Осылай слива өзін суын шығарады.